Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қысқа сақталынатын осындай өте дәмді баклажаннан әзірленген икра дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен қазанға майымызды құйып, жақсылап қыздырып болғасын, пиязымызды салып, қызарғанша, жұмсарғанша қуырамыз. Бұл маңызды етап. Біздің пияздың жақсы қуырылуына қарай икрамыздың дәмі керемет болады. Енді туралған болгар бұрышын салып қуырамыз. Қазанымыздың астындағы отымыз қатты, біздің көкөністеріміз майға шыжғырылып қуырылуы керек. Және де көкөністерді қалай турау керектігінде маңыздылық жоқ. Себебі біз икрамызды блендермен езетін боламыз, сондықтан ұзыншалап, төртбұрыштап турай берсеңіздер болады. Енді баклажанымызды турап саламыз. Баклажанның қабығын аршып салуды ұмытпаңыздар. Қабығымен салсаңыздар, икрамыз кішкене қышқылтым және түсі қоңырқай болады. Ал осылайша икрамыз өте дәмді және де түсі өте аппетитный болады. Енді 5-6 минут қуырып болғаннан кейін тағы да қызанақтарымызды турап саламыз. Татымына қарай тұздаймыз. Менде 800 грамм баклажаннан жасалынып жатыр. Бір ас қасық тұз және кішкене қара бұрыш, 3-4 лавр жапырағын салдым. Араластырамыз. Баклажан 800 грамм және соған орай болгар бұрышы да және қызанақ та барлығы 800 грамм. Өлшемі солай. Енді 4-5 чесногымызды саламыз, араластырамыз. Астында отымыз қатты, қақпағын жауып бұқтырамыз, суын шығару қажет. Және де қант қосуды ұмытпаймыз. Қанттың өлшемін, тұзды қанша салсаңыз, қантты содан 2 есе көп саласыз. Яғни бір ас қасық тұз салдым, соған орай 2 ас қасық қант салдым. Тағы да араластырамыз да қақпағын жауып 20 минуттай бұқтырамыз. 20 минутта дайын болды. Енді осындай погружной блендермен езіп шығамыз. Погружной блендер міндетті түрде қыздар. Мясорубкамен жасасаңыздар, мұндай эффект болмайды. Сондықтан егер погружной блендерларыңыз болмаса, көршілеріңізден сұрап, болмаса құрбыларыңыздан сұрап амалдасаңыздар болады. Және осы жерде айта кететін бір жайт, мен ұмытып кетейін деп қалдым. Құрамындағы лавр жапырақтарын алып тастайсыздар. Өзінің дәмін әбден беріп болды. Мінекей блендермен жақсылап езіп шықтық, бірақ біздің икрамыз әлі де сұйықтау, сондықтан қайта отқа қойып, тағы да шамамен 20-25 минуттай бұқтыру керек болады. Отқа қойғасын міндетті түрде қақпағын жауып, жабыңқырап қоюды ұмытпаңыздар, себебі осылайша бұрқылдап, жан жаққа шашырап былғауы мүмкін. Және де абайлап, ептеп астын араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі түбі жабысып қалуы мүмкін. Осылайша 20-25 минуттай тағы да бұқтырамыз. Мінекей біздің икрамыз керегінше қоюланды, енді дайын болды. Әдеттегіндей стерилденген банкілерге құйып, стерилденген қақпақтармен жауып шығамыз. Осы берілген өлшемнен менде 2 литр икра шықты. Сіздер өлшемін көбейтіп, көбірек жапсаңыздар да болады. Икраны қысы бойы сақтасаңыздар болады. Погребта немесе қараңғы жерде тек күннің сәулесі және жарық түспейтін қараңғы жер болуы керек. Мінекей икрамыз осындай қою, өте дәмді болып шығады. Нанға өстіп жағып жей беретін икра. Баршаңыздың көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Себебі бұл икраны ұнатпайтын жан жоқ. Біз отбасымызбен бәріміз жақсы көреміз және үйге келген меймандар барлық ұнатып жатады. Жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет. Рецепт ұнаса төменге пікір қалдырып, лүпіл басып, каналды қолдай отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Рахатай. Және де төменге тағы да қандай салаттардың рецепті күтесіздер, соны жаза кетсеңіздер болады.